екен? Мәссаған, кәмпиттердің. Так, достарына біздің үйде кәмпиттің білмеймін тұрғанына қанша уақыт болған. Бүгін мен реттейін деп жатырмын. Срок өтіп кеткен кәмпиттерді тастап, нормальдерін алып қалайын деп тұрмын. Мынаның ішінде де неше түрлі кәмпиттер бар. Бұл ішінде даже Новый годтың кезінде алынған кәмпит бар ғой. Білмеймін оны неге жемей қалғандарын. Былайынан дұрыстап, срогы өтіп кеткен, керек емес, жемейміз деген кәмпиттерді тастайын деп тұрмын. Мынандай кәмпиттер бұл жақында келді. Қажет. Кәмпиттерімізді тастап. Мәссаған, мына кәмпитті біз қашан алдық? Новый годтың алдында алдық та, оның срок өтіп кеткен ойын, қарайыншы. Срок өтіп кеткен ғой даже. Құрсын мына кәмпитті тастайын. Соғандарын алында, мына кәмпиттің қажет жоқ. Осылай арасында кәмпиттерді тазартып, тазалап тұрмаса, бір-біріне қосылып кетеді. Сосын жүреміз. Срок өткен кәмпиттерді жеп дейма. Так, шай дайындап жатыр едім. Осымен кәмпиттерімнің ішін әдемілеп реттеп алдым. Короче, мына кәмпиттер екен бізде срок өтіп кеткен. Уже біраз уақыт болған, Новый годтың алдынан бері келген біздің холодильникке деймін. Содан тұр ғой. Так, бұны қазір тастаймын. Мына кәмпиттерді қойып әдемілеп шай дайындап, шай ішіп аламын. Қазір тастап жіберейін, керек емес. Мәссаған, менің кірім тоқтаған екен ғой. Стиралкаде тиісте жайып келейінші, айтпақшы, ұмытып кетемін қазір. Так, мына жерде жаңа кәмпиттер тұр еді ғой. Так, достар, мен точно осы жерге қойып кеттім ғой, Жаңа мен холодильниктен кәмпиттерді алып, срок өтіп кеткен 4 кәмпитті мына жерге шығарып қойып қойғам. Олар қайда кетті сонда? Қайда кетті қалды? Ернар, сен кухнядан кәмпит алып жүрген жоқсың ба? Жоқ, біз кухняға кірген жоқпыз. Кірген жоқсыңдар ма сендер? Жоқ. Короче, жаңа холодильниктің ішін тазалап атқан ғой, сонымен кәмпиттер көп болып кетіпті да. Сонымен керек емес срок өтіп кеткен кәмпиттерді лақтырып атқанмын ғой. Сөйтіп столдың үстіне бір 4 кәмпит қойып қойғанмын. Анау Новый годтың алдында алынған кәмпит қой. Енді жаңа келіп қарасам кухняға, жоқ қой. Сендер кірген жоқсыңдар ма? Жоқ. Точно жеген жоқсың ба? Жоқ. Жаңа Айсел ана жерден жүгіріп бара жатқанын көргенбіз. Кухнядан шықты ма? Иә. Айселек алған ғой онда. Айселек қой, басқа кім алатын еді оны? Бір. Мына жаңа менің кәмпитім ғой, осы ғой. Айселектің жолы ғой, біздің спарныйға қарай барған. Мәссаған, ағарсыңдар. Кәмпиттің бәрін жепті, екеуін жеп қойыпты уже. Сенде үшінші жеп. 4 кәмпиттің бәрін өзі жеп қойған ба? Мәссаған, 4 кәмпиттің бәрін жеп қойған ба, Айселек? Сонда әрі қарай қайда кетуі мүмкін? Білмеймін, мына срок өтіп кеткен кәмпиттер ғой. Мынаны жеп бірдеңе болып қалмай ма, Айселек? Іші ауырмаса? Іші ауырып, алдында да бір жаман сопты ішіп, зомбиға айналып кетпедіңдер ме? Ернәрі екеуін білесіңдер ма? Зомбиға айналып кетпейсің? Сол сияқты срок өтіп кеткен нәрсені жесеңдер. Ондай болмайтын шығар. Айселекті іздеңдер тез-тезіне. Что-то көп кәмпит жеп қойды. И то оның срок өтіп кеткен бар. Іздеңдер үйден. Мынаяқтарда жоқ па екен? Айселек? Айселек. Мынаяқта жоқ па, шкафтан қарайыншы? Айсел, жоқ па? Жоқ. Айселек, что-то жоқ қой. Спальныйда қарадыңдар ма, жоқ па? Жоқ па, жүр кеттік, анаяқта қарайық. Бар ма? Жоқ екен. Жоқ па екен, көріндіш. Бұл жерді қарадым. Қайда кетті, қалады? Шкафты да қарадым. Әр жерді қарадық, қаяқты. Төбесіне жоқ па, маған қараш. Тексердім. Мынаны томпайып тұр ма? Жастыққа қараш, томпайып тұр бірдеңе. Жастыққа. Жастық па екен, Айселек емес па? Көріп жүресің, жастық екен. Кеттік, кухняны қарайық. Қаяққа кетті? Жоқ па, Айселек, қаяқта енді? Қаяққа кетті? Айселек па? Айселек?
Айселіктің көзін қарасаңдар. Көзіне не болып кеткен? Айселіктің көзіне не болып кеткен? Қап-қызыл. Қызарып кетіпті. Айсел, şimdi бәрі жақсы ма? Айселік. Зомби дейді. Сен зомбиға айналып отыр ма? Вампирге айналып отыр ма? Зомби? Айселік, адамды қорқытпашы. Айсел, келші бер. Айсел сияқты емес, түрі басқа біреудің түрі сияқты. Қарасаңда Юнарик. Тоқта. Айселік. Айсел, жаңа сен кәмпитті жедің ба? Кәмпит жедің ба сен жаңа? Сен зомбисің ба, әлде вампирсің ба? Өләнан көз кәдімді қызарып кеткен ғой, қарсай. Айселік, не істейміз? Айсел, түрі де дұрыс емес, қимылы да дұрыс емес қой. Айселік, Айселік, бісміллә, Айселдің түрі. Айсел, не болды саған? Қашты. Айселік, кір. Айселік, кір кетші. Кіргізбей-ақ қойық. Айселік, әрі бар. Айсел, әрі кет. Есік жоқ. Şimdi бәрі жақсы ма? Әр түр. Тығып қал. Не істейміз енді? Білмеймін. Мама қазір жерге ше, не қоршаума бірден жасаңдар, тығылып қалады. Қой. Дала қар ғой. Мынаның күші мықты сияқты, монстр. Мама жаңа мені ұрып жіберді. Ішімнен қатты ұрды. Сен қатты ұрып жүрді сол кезде осылайынан бетін. Бетін тырнап жүрді. Қарсы. Айсел. Баба жауап бар. Айсел, сенде бәрі жақсы ма? Біз есікті ашсақ, сен бізге шабуылдамайсың ба? Бізді тістеп тырнап алмайсың ба? Тоқтай тұршы, Айсел. Біз сенен қорқып тұрмыз, Айселік. Сен көзің жақсарды ма? Сен әлі... Айселдің көзі әлі қып-қызыл ғой. Айсел. Мені сақалай тұрсын. Сен көзің біртүрлі болып тұр, сен бізге тиіспейсің ба? Сен басқа бір сақсың, Айсел. Сен мен тырнаған жоқсың ба? Тырнап апсың ғой, ағаның мына қара бетін тырнап апсың. Айселік, сен кәдімгідей зомби ма, вампир ма бірдеңеге айналып кеткенсің. Пері қаш. Айсел, қойсай, қашындар, ана бөлмеге қашып кетсіңдер. Айселік, тиіспесе бізге. Айсел, тоқта. Не болды саған, айтшы бізге. Айсел, тоқтасай, Айселік. Тоқташы. Не болды саған, айтшы. Bir жерің ауырып тұрған жоқ па? Қай жерің ауырып тұр? Көзің ауырып тұр ма? Жаңа сен кәмпит жеп қойдың ба? Сұрау өтіп кеткен кәмпит қой, неге жейсің сен оны? Көзің жаман қып-қызыл болып кетті. Енді Айселіңіз жоқ па? Білмеймін ғой. Жүрміз тез қашады. Айсел емес, басқа біреу сияқты. Кет. Көрінбеймін, Айселік. Жатқан жоқ па? Юнарик қайда? Юнарик шошып кетті. Юнарик, сен Айселден қорқып тұрсың ба? Қорқып тұрмын. Айселді қайтара аламыз ба? Қайтарып алайықшы жүрек. Қалай қайтарамыз енді? Айселді қайтарудың жолын іздеу керек, не істеуге болады? Сұрау өтіп кеткен кәмпит жесе, укол салу. Бізде укол жоқ қой. Жоқ. Дәрі ше, дәрі берсек болады шығар. Жоқ, болмайды. Неге андай? Сондай дәрігерлерге апару керек. Қызарып кеткен кейін дәрігерлер келемдегенше көзі қатты қызарып барады ғой. Анда көздің қызарғанын кетіретін үйде дәрі бар еді ғой. Соны берейік та. Ол үшін ұстап алуымыз керек оны. Ұстап аламыз. Қалай ұстаймыз? Істеп алады ғой. Енді жаймен абайлап ұстау керек. Что-то дауыс шықпай қалды. Жаймен істеп көрейік та, не істеп жатыр екен. Жүрген Нарик. Что-то үндемей қалды ғой. Кеттік. Жүр. Жоқ па? Сөйлеп жатыр ма? Татып жүрген дауыс шығып жатыр ма? Қаяқтан, яқта ма? Жоғым, яқта екен. Былай тұр. Апата деймі. Өз жақта отыр ма не? Айселік. Не істеп отырсың сен, Айсел? Не істеп отырсың сен? Сен әлі ауырып отырсың ба? Мәнің көзің қызарған кетпепті ғой әлі. Айсел, саған дәрі берейік. Сен сол дәріні ішіп ал, сосын бірге ұйықтаймыз, сосын тұрғаннан кейін қайтадан түрің дұрысталады, я? Дәрі ішесің ба? Дәрі жағу керек емес. Көзіңе дәрі тамызайық, аузыңа дәрі салайық, мақұл ма? Иә.
Өйткені сенің түрің қатты қорқынышты. Ей, қалай мініп кеткен мынаның үстіне? Жоқ, мынаның үстіне қалай мініп кеткен мына төсекке? Айсел, сен қалай міндің? Секірдің ба мынаның үстіне? Секіріп мініп кеттің ба? Бетінен тырнадың ба? Соны айтамын, бетін жаман қылып тырнап тастапсың ғой. Айсел, сен сонда вампирсің ба? Саны вампирмін дейді. Біз сені жаймен түсірейікші, Айсел, сені түсірейік та, сосын саған дәрі берейік, мақұл ма? Шөнтек жаймен көтеріп алыңдаршы. Өзі түсе алмайды ма? Бүйтіп айтпашы, Айсел, мазымды алып кетемін деп. Айтпа, алып кетпеші, ешқайсымыз есігін жап. Айсел, бері қарашы. Айсел, қай жерің ауырып? Жатамақсында қайтатын апитем. Айсел, сенің қай жерің ауырып тұр? Ауырғаның әлі қойған жоқ па? Көзінің қызарғаны әлі кетпей отыр ғой. Айсел, жүрші Көкняға, мен саған дәрі берейін, сосын көзің қызарған кетеді, көзіңе тамызам сосын. Бізбен бірге жүр. Жүр, кеттік, дәрі берейікші. Ей, мына жақта дәрілер бар еді ғой. Дәрілерді алыңдар. Айсел, диван үстіне апарып отырғызыңдаршы. Қазір көзге тамызайын. Болдың бірақ. Дәрі бар еді. Көзге тамызатын дәрі бар еді, осыны алайық. Жүр, кеттік, жүр. Қане, диванға жатқызшы, қане. Қане, жатшы, Айсел, кел жата ғой, мына жерге жатқызын. Көзіңді жұм, ашпай, көзіңді жұм. Жұмсай. Қазына дәріні жағайық. Көзіңді жұма ғой. Жұмсай. Кәдімде жылавады, жаным. Қорқывады. Қане, көзіңе тамыздым, қане. Қане, көзіңе. Тамыздым. Қане, ашшы көрейік. Ей, мынаның көзінің цветіне өп кетті қайтадан. Әппақ бажа. Тұратыр, неше капля тамыздым мен? Бір-ақ капля. Тағы 2 капля тамызайын да. Жұма ғой, көзіңді жұм. Тағы да бір капля тамыз жүрейін, қорқыватыр ғой кәдімгідей. Қане, ашшы. Ей, кеткен жоқ мынаның көзі. Шамалдайын кететін шығар еле, әлде 3 капля тамызайын ба? 3 капля тамызайын, тағы 1 капля тамыз жүр. Бір каплядан. Қане, Айсел, қане қараш. Айселіктің көзі дұрысталды. Айсел, сен ба? Айселік, сен ба? Жаным, ағарсаңдаршы, уже түрі дұрысталды, Айселіктің түрі өткен. Айсел, сен жаңа кәмпит жеп қойдың ба? Ондай сұрау өтіп кеткен кәмпит жемесе, сосын не істедің кәмпит жеп қойғасын? Көзің ауырды ма? Көзің ауырды ма? Енді кәмпит жемей, ма? Кәмпитті жемей, ол кәмпит деген, ана сұрау өтіп кеткен кәмпит қой. Достар, қорқып кетті қой, так Айселікті біз қалпына келтірдік, мына көзге тамызатын дәрі арқылы. Енді ондай нәрсені жеме, мақұл ма? Ма? Айселдің түрі басқа біреудің түрі сияқты. Бетін емдеу керек болды ғой, Айселік. Айсел, сен тырнап алдың ғой, білесің ба? Айна кімнің, Мағжанның бетін ағарса, кәм осып алған ғой. Ағара, қып-қызыл. Тістедің ба, тырнадың ба? Өзі шок болып тұр ғой. Тістеді? Сен есіңде ма, ол есіңде емес па? Есіңде? Есіңде ма, есіңде жоқ па? Есіңде жоқ қой, көріңдер ма? Байқамайды. Өзі жазылады ғой. Өзі жазылады дегенде бұл байқамай қалған ғой. Негізі Айсел емес, оны істеген Айселдің ішіне бірдеңе кіріп кеткен ғой. Вирус қой, вирус. Сол вирусты біз кетірдік. Зомби болмаса, ол мен тырнамайды, Сені тырнамайды ғой, бірақ жаман қызарып қапты бетің. Айселік, оралуыңмен не дейсің? Айсел енді мамамен ұқсат сұрап кәмпит жей ғой, Мен оны тастайын деп жатқан ғой, мусорға лақтырып жіберейін деп жатқан ғой. Енді өйтіп рұқсатсыз жеме, мақұл ма? Ол сұрау өтіп кеткен жаман кәмпит қой. Мен тістеп тастадым. Кімді тістеп? Тағы тістеп тастадың ба біреуді? Әжемді тырнаған ба? Әбден таяқ жепсің ғой кәдімгідей, Айселік, сен істедің осының бәрін білесің ба? Бірақ есіңде жоқ қой сенің, Жаным. Болды, әкел. Айсел енді оралды. Айселік, достарға не дейміз? Комментарий жазыңдар. Өзі айтсыншы. Каналға қош келдіңдер дейді. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Пока-пока.